организмнің жасаруы, жалпы адамның жас көрінуі неге байланысты білесіздер ме? Ол әрине ең бірінші антиоксиданттарға байланысты. Жалпы антиоксидант дегеніміз адамның организмде түзілетін, жалпы немесе тағамдар арқылы қабылданатын, жалпы қартаю процесін баяулататын химиялық элемент болып табылады. Жалпы бұл жерде антиоксиданттар туралы айтқан кезде олардың қызметі жалпы радикалдарды тежейді, жалпы радикалдарды ыдыратады, жояды, жою қабілеті бар. Радикалдар дегеніміз не бұл? Жалпы майлы тағамдар арқылы, адам денсаулығына зиян келтіретін тағамдар арқылы, немесе жалпы газировка сусындар арқылы, немесе лас ауа арқылы адамның организміне еніп, клеткаларды жойып, жалпы клеткалардың жалпы қартаюына алып келетін жалпы элементтер. Жалпы бұл жерде антиоксиданттар организмде көп болса, осы радикалдарды жойып, организмнің жасаруына алып келеді. Антиоксиданттардың жалпы екі түрі болады. Жалпы қабылдануына байланысты табиғи түріне келетін болсақ, ол эндогенді, экзогенді пайда болу. Эндогенді дегеніміз адам организмде қалай пайда болады? Адам как аштықта жүрген кезінде, жалпы диета ұстаған жағдайда, жалпы ал енді келесісі, ол әрине адам спортпен айналысқан кезінде, жалпы салауатты өмір салтын ұстанған кезінде пайда болады. Ал енді экзогенді, жалпы ол енді тағамдар арқылы, жалпы пайдалы көкөністер арқылы түседі. Ол енді антиоксиданттар қандай тағамдар бай жалпы антиоксиданттарға? Бірінші А, В, С, Д, Е витаминдердің құрамында көп, жалпы табиғи көкөністердің құрамында көп болып табылады. Жалпы сонымен қатар антиоксиданттардың атқаратын қызметі ісік және қабыну және басқа да ауруларды алдын алу қызметі бар. Және сол үшін де мынандай сұрақтар туындайды. Жалпы мен бір күн осы антиоксиданттарды, витаминдерді қабылдадым, жедім. Потом неге менде бір кішкене организмде жақсару, жалпы жасару процестері, жалпы жас көріну процестері болмайды? Достар, біріншіден антиоксиданттарды жалпы күнделікті тұтыну, қабылдау және сонымен қатар осы салауатты өмір салтын ұстап, және зиянды тағамдардан бас тартуды өміріңіздің күнделікті бір бөлшегіне айналдырып алғандарыңыз дұрыс. Сол кезде ол өзінің нәтижесін береді. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазыңыздар.